Айжанның өмірі үйленгеннен кейін біртіндеп өзгере бастаған. 22 жастағы қыз үшін бәрі әу баста ертегі сияқты көрінетін. Тимур жігіттің арманы, жұмысы жақсы, мінезі жұмсақ, сөзі тәтті. Олардың тойы қарапайым, бірақ жылы өткен. Күйеуінің анасы Зухра апай да алғашқы кезде қатты қарсылық көрсетпегендей болған. Кел, балам, үйге кіріп, отбасымызға қосыл деп құшақтап бетінен сүйген. Бірақ сол құшақта бір түрлі салқындық бар еді. Айжан оны алғашында байқамаған. Үй ескі, бірақ кең. 3 бөлмелі, ортасында үлкен зал, терезелері ауладағы қарағайға қарайды. Зухра апайдың бөлмесі дәл залдың қарсысында. Ол есікті әрқашан жабық ұстайтын. Айжан бірде сол бөлмеге кіріп, едендегі кілемнің астындағы қорапты көрген. Ішінде түрлі түсті шыны бөтелкелер, кептірілген шөптер, ұнтақталған тамырлар. Бірақ ол кезде ештеңе ойламаған. Енен дәстүрлі емші ой шығар деп жүре берген. Күн сайын таңертең сағат 7:30-да Зухра апай ас үйден бір стақан сусын әкелетін. Қою қоңыр түсті, иісі ашы, бірақ тәттілеу. Стақан әрқашан бірдей, ескі, қалың шыны, түбіне кішкене гүл өрнектері салынған. Іш, Айжан. Бұл әжеммен қалған рецепт. Бала көтеруіңе тез көмектеседі. Ішсең денең тазарып, құрсағың тез байланады дейтін ол әр жолы бірдей сөзді қайталап, көзін қызықтай қарап. Айжан алғашқы апталарда қуанып ішкен. Расында көмектесер деп үміттенген. Тимур да қуанатын. Анаңның қамқорлығы ғой дейтін ол әйелінің басынан сипап. Сен ішсең болды, бәрі жақсы болады. Бірақ бір аптадан кейін Айжан өзін басқаша сезіне бастады. Таңертең тұрғанда басы ауыратын. Көзіне тұман түскендей. Дене ауыр, аяқтары жүруге селқос. Түскі асқа дейін диванда жатып, телефонды ұстап отыратын, бірақ экрандағы әріптер жылжып кететіндей көрінетін. Кешке қарай ұйқы басып әрең сөйлейтін. Тимур жұмыстан келгенде әйелінің диванда ұйықтап жатқанын көріп, маңдайынан сүйетін. Сен шаршап жүрсің ғой. Дәрігерге барайықшы. Жоқ, жарайды. Жай ғана. Шаршадым шығар деп Айжан әрең жымиятын. Енесінің алдында шағымданғысы келмейтін. Мен әлсізмін деп ойламасын деп ойлайтын. Бірақ күндері өткен сайын жағдай нашарлады. Бір күні түскі асқа отырғанда қасық қолынан түсіп кетті. Зухра апай дереу тұрып, стақанды толтырып әкелді. Міне, тағыш. Бұл күні бойы күш береді. Айжан стақанды алып, бір жұтты. Дәмі бұрынғыдан да ашырақ көрінді. Тамырында бір түрлі ыстық тарап кеудесіне дейін жетті. Сосын бәрі баяулады. Көзіне қараңғы түсті. Ол диванға жығыла кетті. Зухра апай оны бір түрлі қарап тұрды. Көзі тарылған, ерінің бұрышы сәл көтерілген, күлімсірегендей, бірақ жылы емес. Содан кейін ғана ас үйге кетті. Сол күннің кешінде Айжан анасы Динараға хабарласты. Даусы дірілдеп тұрған. Ана, мен әлсіреп барамын. Күнде енем бір сусын ішкізеді. Солдан болса керек. Басым айналады, ұйқым келеді, қол аяғым әрең қозғалады. Динара бірден даусын төмендетті. Ол әрқашан салқын қанды, бірақ қызына қатысты мәселе болса, іші от болатын. Қызым, ештеңе деме. Ертең сол сусынды ішкендей бол. Бірақ шынымен ұйықтама. Көзіңді жұмда, тыңда. Енең не істейтінін, кіммен сөйлесетінін, не деп айтатынын байқа. Ештеңе сұрама, тек есте сақта.
Кешке маған қоңырау шаласың. Айжанның жүрегі қатты соғып кетті. Бірақ басқа амал жоқ еді. Келесі таңертең Зухра апай әдеттегідей стақанда келді. Бүгін сусын қараңғырақ, иісі бұрынғыдан да күштірек. Айжан стақанды алып бір-ақ жұтты. Сосын диванға жантайып жатты. Көзін жұмып, тыныс алуын баяулатты. Қолын кеудесіне қойып, ұйықтаған кейіп танытты. Зухра апай оны біраз қарап тұрды. Содан кейін телефонды алып балконға шықты. Есікті жаппады, желдің сыбыры естіліп тұрды. Айжан құлағын түрді. Дауыс анық естілді. Суық, баяу, бірақ қатты. Иә, сол. Мына келін қашан толық есінен танат деп отырмын. Мен оны балама тең көрмеймін ғой. Балама өзім таңдаған қызды алып беремін. Ол қыз сау, әдемі, отбасын білетін. Ал мынау әлсіз, ауру. Үйден қуып шығу керек қой. Аяқ қолын істемейтін қылу үшін дәріні көбірек берейін бе? Мөлшерін арттырсам бола ма? Айжанның денесі шымырлап кетті. Көзіне жас келді, бірақ қимылдамады. Тынысын ұстап тыңдай берді. Зухра апай әлі сөйлеп тұрды. Иә, солай. Енді 2-3 күнде көбірек қосамын. Ол ештеңе сезбейді. Тимурға ауру екен деп айтамыз. Ол мені тыңдайды. Телефондағы әңгіме тағы 3-4 минутқа созылды. Содан кейін Зухра апай қайтып кіріп, Айжанды тағы бір қарады. Оның көзі жабық, тынысы бір қалыпты еді. Зухра апайдың ерні тағы сәл көтерілді. Сосын ас үйге беттеді. Айжан сол күйі жатты. Кешке дейін. Көзі ашық, бірақ қозғалмады. Ішіндегі ашу мен қорқыныш араласқан толқын жүрегіне соғылып жатты. Бүгін ол бәрін түсінді. Бұл сусын ем емес. Бұл у. Және енді ол жалғыз емес еді. Анасы бар. Анасы оны құтқарады. Айжан диванда жатыр. Көзі жұмық, тынысы бір қалыпты, бірақ жүрегі құлағына дейін соғып тұр. Дене әлі де ауыр, сусынның әсері толық тарамаған сияқты. Қолдары салқын, саусақ ұшы қалтырап тұр. Бірақ қозғалмады. Қозғалса бәрі бекер болады. Зухра апай балконға шыққан. Есікті жаппаған желдің жеңіл сыбыры, сырттағы көшеден келетін көлік дыбыстары әрең естіледі. Телефондағы дауыс Зухра апайдың өзі, бірақ әдеттегі балам, Айжанжан деген жұмсақ үн емес. Бұл дауыс суық, қатты, әр сөзі пышақ сияқты. Иә, сол. Мына келін Айжан қашан толық есінен танат деп отырмын. Мен оны балама тең көрмеймін ғой. Балама өзім таңдаған қызды алып беремін. Ол қыз сау, әдемі, отбасын білетін. Ал мынау әлсіз, ауру. Үйден қуып шығу керек қой. Айжанның ішіне мұз құйылғандай болды. Мен аурумын ба? Мен әлсізбін бе? Деген ой менде айналып тұр. Бірақ тыңдай берді. Тыңдамаса бәрі бекер. Зухра апай сөзін жалғастырды, дауысы төмендеп, бірақ әлі де анық. Аяқ қолын істемейтін қылу үшін дәріні көбірек берейін бе? Мөлшерін арттырсам бола ма? Иә, солай. Енді 2-3 күнде көбірек қосамын. Ол ештеңе сезбейді. Тимурға ауру екен. Дәрігерге апарып көрдік, емделмейді деп айтамыз. Ол мені тыңдайды. Мен оған бәрін түсіндіремін. Балам менің сөзімді жоққа шығармайды. Телефондағы адам не деп жауап бергенін Айжан естімеді. Дауыс өте әлсіз, желдің сыбырына араласып кеткен.
Бірақ Зухра апайдың күлімсірегені естілді. Қысқа, салқын күлкі. Жарайды. Енді күтеміз. Ол қазір ұйықтап жатыр. Күні бойы тұрмайды. Кешке тағы бір стақан беремін. Иә. Рахмет. Кешке хабарласамын. Телефон өшірілді. Зухра апай балконнан қайтып кіріп Айжанның қасына келді. Оны біраз қарап тұрды. Айжан сезді енесінің көзі бетіне, кеудесінің көтерілуіне, тынысына қарап тұр. Содан кейін қолымен маңдайынан сипап көрді. Суық қол. Айжан ішінен қалтырады, бірақ қимылдамады. Зухра апайдың ерні тағы сәл көтерілді, күлімсіреу емес, қанағаттанғандық. Сосын ас үйге беттеді. Аяқ дыбысы алыстады. Шкаф ашылған дыбыс, шыны ыдыс соғылған дыбыс. Тағы бір стақан әзірлеп жатқан шығар. Айжан сол күйі жатты. Уақыт өте шықты. Сағат 11-ден бастап түскі 1-лерге дейін. Көзі ашық, бірақ қарашығы төбеге қарап тұр. Көз жасы құлағына қарай ағып, жастыққа сіңіп жатыр. Бірақ дыбыс шығармады. Шығарса, бәрі ашылады. Ойы шашыраңқы. Не үшін? Мен не істедім? Тимурды жақсы көрдім ғой. Оның баласын туғым келді ғой. Неге мен оған жарамаймын? Мен қазақтың қызы емеспін бе? Мен оның отбасын құрметтедім ғой. Бірақ жауап жоқ. Тек Зухра апайдың сөздері қайталаумен миында жүреді. Мен оны балама тең көрмеймін. Аяқ қолын істемейтін қылу үшін. Түскі уақытта Зухра апай қайтып келді. Қолында тағы бір стақан. Бірақ Айжан әлі ұйықтап жатыр. Енесі стақанды үстелге қойып қасына отырды. Айжан. Тұршы, балам. Тағы бір іш. Күш береді. Айжан қимылдамады. Зухра апай тағы бір рет иығынан сілкіп көрді. Жеңіл ғана. Сосын күңкілдеп, жақсы ұйықтап жатыр екен. Жақсы. Содан кейін тұрып бөлмеден шықты. Айжан енді ғана баяу көзін ашты. Бөлме бос. Терезеден күн сәулесі түсіп тұр, бірақ жылы емес. Суық. Ол баяу тұрды. Аяғы дірілдеп тұр. Диванның шетінен ұстап тұрақтады. Телефонды алып анасының нөмірін терді. Бірақ әлі баспаған. Алдымен тыңдау керек. Енесі не істеп жатыр? Ас үйден дыбыс келеді. Зухра апай ыдыс аяқ жуып жатыр. Сосын телефон қайтадан шықты. Айжан құлағын түрді. Иә, қазір ұйықтап жатыр. Күні бойы тұрмады. Кешке тағы беремін. Иә. Мөлшерін көбейтсем, ертеңнен бастап. Жарайды. Кешке хабарласамын. Айжанның қолындағы телефон ыстық болып кетті. Ол баяу диванға қайта жатты. Көзін жұмды. Енді шынымен ұйықтағысы келмейді. Қорқады. Бірақ күту керек. Кешке дейін. Кешке қарай Зухра апайды күнге кетті. 1-2 сағатта қайтамын деді. Есік жабылған дыбыс шықты. Айжан дереу тұрды. Сөмкесін ашып телефонды қолына алды. Анасына қоңырау шалды. Ана. Бәрін естідім. Ол мені олап жатыр екен. Толық есінен танады деді. Аяқ қолын істемейтін қылады деді. Мен қорқып тұрмын. Динараның дауысы қатты, бірақ тыныш шықты. Қызым, тыныштал. Заттарыңды жина. Қажеттісін ғана ал. Мен қазір келемін. Есікті ашып қой. Ештеңе айтпа, жай шығамыз. Тимурға кейін айтамыз.
Алдымен сен қауіпсіз болуың керек. Айжан көз жасымен сөмкені жинады. Киімдер, телефон, зарядтағыш, паспорт. Бәрі аз. Бірақ жетеді. Ол диванға қайта жатпады. Терезеге қарап тұрды. Сыртта күн батып жатыр. Астанадағы үйлердің шамдары бір-бірден жанып тұр. Жүрегі әлі соғып тұр. Бірақ енді ашу бар. Қорқынышпен араласқан ашу. Мен кетемін. Мен олардың құрбаны болмаймын. Зухра апайдың 1-2 сағатта қайтамын деген сөзі шыққаннан кейін есіктің жабылған дыбысы шықты. Құлыптың шылқ еткен дыбысы Айжанның жүрегіне қылыш сияқты қадалды. Бірақ ол күтпеді. Дереу тұрды. Аяқтары әлі дірілдеп тұр, бірақ адымы жылдам. Бөлмеге кіріп шкафты ашты. Қолындағы кішкене спорттық сөмкеге қажетті заттарды салды. 2-3 көйлек, іш киімдер, жылы куртка, паспорт, аз ғана ақша Тимур берген, 50 000 теңге, телефон, зарядтағышы және 1 жұп аяқ киім. Бәрін тез, үнсіз жасап. Шкафтың есігін жапқанда ғана бір сәтке тоқтап айнаға қарады. Беті бозарып кеткен, көзі қызарған, шашы шашылып тұр. Бірақ көзінде қорқыныш емес, шешім бар еді. Телефонды қолына алып анасына қайта қоңырау шалды. Ана, мен дайынмын. Қазір шығамын. Сыртқа шығып көшедегі бұрышта күтемін. Зухра апай дүкенде, бірақ тез қайтуы мүмкін. Динараның дауысы тыныш, бірақ қатты. Жарайды, қызым. Мен қазір жолдамын. Көлікте отырмын, 10 минутта жетемін. Есікті жауып, кілтті ішке тастама, жай ғана жабық күйде қалдыр. Ешкімге хабарласпа. Тимурға да әзірге айтпа. Алдымен сен қауіпсіз жерде болуың керек. Айжан есікке беттеді. Қолында сөмке, екінші қолымен есіктің тұтқасын ұстады. Бір сәтке тоқтап үйдің ішіне қарады. Залдағы диван күнде сол жерде ұйықтап жатқан жері. Ас үйдегі үстел күнде сол жерде стақан ұсынылатын жер. Зухра апайдың бөлмесінің есігі сол жерде түнде телефонмен сөйлесетін әйел тұратын жер. Бәрі бір сәтте көз алдынан өтті. Мен мұнда қайтып келмеймін деп ойлады іштей. Сосын есікті ашып сыртқа шықты. Пәтердің дәлізі су. Лифттің түймесін басты. Лифт келгенше жүрегі құлағына соғып тұрды. Егер Зухра апай қазір кіріп келсе ше? Егер лифтте біреу болса ше? Деген ойлар миынан өтіп жатты. Бірақ лифт келді. Бос. Ішке кіріп, бірінші қабатты басты. Төмен түскенде есік ашылды. Кіреберіс бос. Сыртта кешкі салқын ауа бетіне тигенде ғана Айжан терең дем алды. Сөмкесін иығына асып үйдің бұрышына қарай жылдам жүрді. Көшедегі шамдар жанып тұр, бірақ адам аз. Бірнеше көлік өтіп жатыр. Айжан бұрышқа жетіп қабырғаға сүйеніп тұрды. Телефонды қолына алып сағатты қарады. 18:47. Анасының келуіне әлі 5-7 минут бар. Сол сәтте телефон дірілдеп хабарлама келді. Тимурдан. Қайдасың? Кешке не пісіреміз деп отырмын ғой. Айжанның саусағы тоқтап қалды. Жауап жазғысы келді. Тимур, бәрі нашар. Анаң? Бірақ жазбады. Анасының сөзі есіне түсті. Алдымен сен қауіпсіз бол. Сондықтан тек жұмыстан кешіктім, кешірім сұраймын. Кейін сөйлесеміз деп жазып жіберді. Сосын телефонды өшіріп қойды. Көшеден Динараның көлігі көрінді. Ақ түсті Hyundai. Алдыңғы әйнегіне бір жолақ сыза түскен. Айжан дереу қолымен белгі берді. Көлік тоқтады.
Динара есікті ашып қызына қарады. Беті қатты, бірақ көзінде жас бар. Мін қызым. Айжан сөмкесін артқы орындыққа лақтырып, алдыңғы орынға отырды. Есік жабылғанда ғана көз жас ақты. Үнсіз, бірақ қатты жылады. Динара қызының иығынан құшақтап басынан сипады. Бәрі жақсы болады. Сен енді қауіпсізсің. Көлік жүріп кетті. Айжан артқа қарады, үйдің терезелері бір-бірден жарықтанып тұр. Зухра апайдың бөлмесінің терезесі әлі қараңғы. Демек әлі қайтпаған. Жолда Динара бәрін сұрады. Айжан қайталап айтты, сусынның дәмін, әлсіреуін, телефондағы сөздерді, мөлшерін көбейтсем деген сөзді. Динара тыңдап отырды, бірақ ештеңе айтпады. Тек бір рет, ол дәрі емес, Құдай сақтасын. Сен қанша күн ішкенсің? 2 аптадай. Динараның қолы рульді қатты ұстап алды. Беті ашуға толы. Пәтерге жеткенде Динараның өз үйі 2 бөлмелі, орталықта Айжан диванға жығыла отырды. Анасы шай қайнатып әкелді. Ыстық шайды ішкенде ғана денесі жылыды. Енді не істейміз? Деді Айжан дауысы әлсіз. Алдымен саған дәрігерге барамыз. Қан анализін тапсырасың. Сол сусынның құрамын анықтаймыз. Сосын Тимурға айтамыз. Бірақ дәлел керек. Сен естеген сөздер куәлік, бірақ ол сенбей қалуы мүмкін. Анасы ғой. Айжан басын изеді. Ол маған сенеді деп ойлаймын. Бірақ қорқамын. Динара қызының қолына тиіп, сен жалғыз емессің. Мен бармын. Ертең таңертең дәрігерге барамыз. Ал қазір ұйықта. Мен қасындамын. Айжан сол түні ұйықтаған жоқ. Көзі ашық жатып, Зухра апайдың даусын естіп жатты. Мен оны балама тең көрмеймін. Бірақ енді қорқыныш аздап басылған. Себебі анасы бар. Анасы оны құтқарды. Келесі күні таңертең олар клиникаға барды. Дәрігер қан анализін алды, ультрадыбысты тағайындады. Нәтиже кешке шығады деді. Айжан клиникадан шыққанда ғана Тимурға қоңырау шалуды шешті. Телефонды қосқан кезде ондаған қоңырау мен хабарлама. Тимурдан. Қайдасың? Не болды? Анам да іздеп жатыр, сен кетіп қалдың ба? Айжан, жауап бер. Айжан терең дем алды. Сосын жазды. Тимур, кешке кездесеміз. Маңызды әңгіме бар. Анам туралы. Өзің кел. Мен анамның үйіндемін. Жіберді. Сосын телефонды қайта өшірді. Енді күту ғана қалған. Шындық ашылуға жақын. Тимурдың көлігі Динараның үйінің алдына кешкі сағат 8-де келіп тоқтады. Қара түсті Toyota, фаралары әлі жанып тұр. Есік ашылып Тимур шықты. Беті қатты, шашылып көзі қызарған, бүгін жұмыста емес, жүгіріп жүргендей. Қолында телефон, бірақ қарамай тұр. Айжан терезеден қарап тұрған. Анасы Динара есікті ашып Тимурды кіргізді. Залға кіргенде Тимурдың көзі бірден Айжанға түсті. Ол орнынан тұрды, бірақ қимылдамады. Тимур бір қадам жасап дауысы дірілдеп, Айжан. Не болды? Сен кетіп қалдың ба? Анаң неге іздеп жатыр? Телефонды өшіріп тастадың. Айжан терең дем алды. Көз жасы тағы ақты, бұл жол ұстады. Тимур, отыр. Сөйлесеміз. Бірақ отырып сөйлес. Тимур диванға отырды. Динара қарама қарсы креслоға отырып үндемеді.
Айжан баяу сөйледі. Бәрін басынан бастап айтты. Сусын туралы, күн сайынғы стақан туралы, әлсіреуі туралы, ұйқы басып денесі ауырлауы туралы. Сосын ең бастысына келді. Сен кеткен күні енесіңнің сөзін естідім. Ол телефонмен біреумен сөйлесіп тұрған. Мен диванда ұйықтап жаттым. Ол мені көрмейді деп ойлады. Даусы суық еді. Тимурдың беті өзгере бастады. Қабағы түйілді. Не деді? Айжан көзін жұмып сөздерді қайталап, сөзбе сөз, мына келін Айжан қашан толық есінен танат деп отырмын. Мен оны балама тең көрмеймін ғой. Балама өзім таңдаған қызды алып беремін. Ол қыз сау, әдемі, отбасын білетін. Ал мынау ауру. Үйден қуып шығу керек қой. Аяқ қолын істемейтін қылу үшін дәріні көбірек берейін бе? Мөлшерін арттырсам бола ма? Тимурдың беті ақарып кетті. Қолы дірілдеп телефонды үстелге қойды. Динара сөзге араласты. Мен қызымды алып кеттім. Ол 2 апта бойы сол сусынды ішкен. Дәрігерге бардық. Қан анализінде улы заттардың ізі бар. Жеңіл дозада, бірақ ұзақ уақыт ішкенде адамды әлсіретеді, ұйқышыл етеді, тіпті сал болуы мүмкін. Бұл ем емес, Тимур, бұл қылмыс. Тимур басын көтерді. Көзіне жас келген жоқ, ашу бар. Қатты ашу. Сен менің анам туралы осыны айтып тұрсың ба? Ол менің анам ғой. Айжан даусын көтермеді, мен де солай ойладым. Бірақ мен естідім. 2 рет. Біріншісі алғашқы күні. Екіншісі кешке сен жұмыста болғанда. Ол Тимур мені тыңдайды деді. Мен оған бәрін түсіндіремін деді. Тимур тұрып кетті. Бөлмеде жүріп жүрді. Қолын шашына салып бірнеше рет жоқ деп күңкілдеді. Сосын тоқтап Айжанға қарады. Мен тексеремін. Өзім сөйлесемін. Динара басын изеді, жарайды. Бірақ біздің үйде. Қазір. Мен қасында боламын. Айжанда. Тимур телефонды алып анасына қоңырау шалды. Ана, кел. Айжанның анасының үйіне. Мекен жайын жіберемін. Қазір кел. Маңызды. Зухра апай жарты сағаттан кейін келді. Есік ашылғанда беті қалыпты, бірақ көзі күдікті. Залға кіріп, барлығын қарап шықты. Айжанды көргенде, Айжан. Сен қайда кетіп қалдың? Мен алаңдап. Тимур сөзін бөлді. Ана, отыр. Сөйлесеміз. Зухра отырды. Тимур тікелей айтты. Сен Айжанға не беріп жүрсің? Ол сусын. Ол не? Зухраның жүзі өзгермеді. Бірақ қолы сәл дірілдегенін Айжан байқады. Қандай сусын? Мен оған бала көтеру үшін шөптен жасалған дәрі беремін. Ежелден. Тимур дауысын көтерді. Дәрігер айтты, улы зат бар. Қанында із шыққан. Сен оны әдейі әлсіретіп жүрсің бе? Зухраның көзі тарылды. Бірақ үндемеді. Сосын баяу, мен сені ойладым. Ол саған жарамайды. Мен саған жақсы қыз тауып беремін. Ол әлсіз. Балалы бола алмайды. Тимурдың дауысы қатты шықты. Сен менің әйелімді уладың ба? Сен менің балама қараған жоқсың ба? Сен менің өмірімді бұзғың келді ме?
Зухра ештеңе айта алмады. Көзіне жас келді, бірақ кешірім сұрамады. Тек мен сені жақсы көремін. Мен үшін. Тимур тұрып кетті. Жетеді, Мен кетемін. Айжанмен бірге. Зухраның беті ағарып кетті. Тимур. Балам. Бірақ Тимур есікке беттеді. Айжанға қарап, заттарыңды жина. Бүгін кетеміз. Мен пәтер жалдаймын. Бөліп тұрамыз. Айжан басын изеді. Динара тұрып қызының қолынан ұстады. Сол түні Тимур мен Айжан Динараның үйінде түнеді. Келесі күні Тимур 2 бөлмелі пәтер тауып, келісім шартқа отырды. Зуха апай жалғыз қалды. Оның үйі енді бос, тыныш, қорқынышты тыныштыққа толы болды. Айжан мен Тимур жаңа пәтерге көшкенде бірінші күнде ештеңе сөйлемеді. Тек құшақтасып отырды. Тимурдың көзінде өкініш бар еді. Кешір. Мен байқамағанмын. Мен сен үшін күресемін. Айжан басын иығына қойды. Мен де сені жақсы көремін. Бірақ енді ешқандай жасырындық жоқ. Біз біргеміз. Уақыт өте келе Айжанның денесі қалпына келді. Дәрігерлердің көмегімен улы заттар шығарылды. Бала көтеру әлі ерте еді, бірақ олар енді асықпады. Алдымен бір-біріне сенім қайтару керек еді. Зухра апаймен байланыс үзілді. Тимур бір рет қана хабарласты, кешірмеңіздер деген сөзді естіді, бірақ кешірім сұраған жоқ. Ол өз бетінше қалды. Ал Айжан мен Тимурдың үйінде енді тек шайдың иісі, күлкінің дыбысы және болашаққа деген үміт бар еді. Шындық ашылды. Және ол оларды бөлді. Бірақ сонымен бірге бір